көрсеткіштік теңсіздікті шешудің жолы мынандай. Егер бізде негіздері бірдей болса, оның үстіндегі f от x, g от x деп тұр ғой, яғни x арқылы өрнектелген қандай да бір функция, ол деген сөз мысалға x квадрат немесе минус 4x әртүрлі x арқылы өрнектеліп келеді. Сондай болған кезде біз былай шығарамыз: a-ға байланысты. Егер a деген негізі ол бірден үлкен болатын болса, теңсіздіктің таңбасы өзгермейді. Егер a-мыз 0 мен 1-дің арасында болса, онда теңсіздіктің таңбасы кері қарай өзгеріп кетеді. Мысалға біздің жағдайда бүйтіп алатын болсақ, 5-тен 1 бар ғой, соны біз 5-тің минус 1 дәрежесі деп аламыз ғой. Яғни бізде формула бар, a-ның минус n дәрежесі болса, ол 1 бөлінген a-ның плюс n дәрежесіне ауысып кетеді. Сонда 5-тен 1-ді біз 5-тің минус 1 дәрежесі дейтін болсақ, оның сыртында x квадрат көбейтіліп тұр. Үлкен 5-тің минус 4x дәрежесі. Яғни мына жерде теңсіздіктің таңбасы өзгермейді, потому что мына астындағы 5 негізі ол бірден үлкен болып тұр. Яғни бірден үлкен болғасын бізде өзгермейді. Сонда 5-тің минус x квадрат дәрежесі үлкен 5-тің минус 4x дәрежесінен. Осы жерде, яғни f от x-тің орнында тұрған нәрсе минус x квадрат үлкен g от x-тің орнында тұрған нәрсе минус 4x болып тұр. Енді осы екі жағында минус 1-ге көбейтемін. Минус 1-ге көбейткен кезде x квадрат кіші 4x-тен болады. X квадрат минус 4x деп өткізіп жіберемін. Кіші 0-ден болады. Осы жерден x минус 4 болады. Кіші 0-ден x тең болады 0, x тең болады 4 деп теңдеуге айналдырып түбірлерін тауып аласың. Осы жерден біз бір интеграл тастамыз да 0 мен 4 деп жаза аламыз. Осыны аралыққа бөлеміз. Мысалға 0-ден кейін 0 мен 4-дің арасында 1 бар, 1-ді орнына қоятын болсақ, мына жерге мысалы 1-ді қоямыз, мынаның ішіне 1-ді қойсақ, сонда 1 минус 3 болады шығады. Мына жерде басқа ручкамен жазайын. 1 көбейту 1 минус 4. Сонда ол бізде 1 көбейтілген минус 3 болады. Минус 3. Яғни бізде теріс сан шығып тұр. 0 мен 4-дің арасында минус болады. Мына жерде екеуінде плюс болады. Яғни чередовать етіледі. Сонда бізге керегі мына теңсіздік қой шешіп отырғанымыз. Мына теңсіздікте 0-ден не деп тұр? Кішкентай деп тұр. Яғни бізге теріс аралық керек. Теріс аралық деген сөз 0 мен 4-дің арасы деген сөз. Екеуде жай шақшамен жабылады. Жауапқа 0-де кірмейді, 4-де кірмейді. Мына екі қапталының сандар кірмейді, потому что бізде жай шақша. Бізге де теңсіздікті қанағаттандыратын бүтін санды табыңыз дейді. Теңсіздікті қанағаттандыратын бүтін сандар ол 1, 2, 3 деген бүтін сан. Мына шетіндегі 0 мен 4 кірмей қалады. Түсінікті ма? Енді іздейміз. Бізде жауапқа 1 бар екен, 2 мен 3 жоқ мына жерде. Түсінікті ғой, да? Енді келесі бізге айтады шар туралы есеп. Назерке анасының туған күніне орай үйін безендіру үшін барлық 60 шар сатып алды дейді. Оның ішінде сары шардан 10 қызыл, сары шардан 10, қызыл шардан 15, жасыл шардан 12, көк түстен 5, сары қызылдан 8, күлгін түсті шардың саны 10 дейді. Енді 26-шы есепте қораптың ішіне қарамай бірінші шарды және артын екінші шарды алған кезде бір сары және бір жасыл шығуының ықтималдығы дейді. Бұл есепте біз істейміз. Басында бізде 60 шар болып тұр ғой, общий қосқан кезде. Мынаны қосасың. 10 плюс 15 плюс 12 плюс 5 плюс 8 плюс 10. Бәрін қосқан кезде 60 шар шығып тұр. Мына жерде де айтылып тұр, Если мысалға басында айтылмаса, өстіп қосып тауып ала қойсың общий сумманы. Сөйтіп 60 шардан
ең бірінші шардан бір сары және бір жасыл шығу дейді ғой. Ең бірінші сарының шығуы бізде сары 10, иә, сонда 60-тан 10 болады ықтималдығы. Өстіп аласың, общий астында тұрады, үстінде қандай шар алғың келеді сол тұрады. Көбейту, енді бізде допустим, бір сары шарды уже алдық деп айтайық, иә, сонда қорапта бізде 59 шар қалды. Ал 59-ның ішінен екіншісі жасыл шығады деп айттық қой, біз шарт қойып жатырық, иә, сонда 12 болады. Осыны тапсақ, мына 12 мен 60-ты қысқартып жібереміз, 5 шығады. 5 пен мына екеуін қысқартып жіберсек 2 қалады, сонда 2 бөлінген 59 деген жауап осы варианты бізде шығады. Енді келесі